Құрметті оқушым, бұл теңдеу құру арқылы шығаруға арналған мәтін есеп берілгені мынадай. Бір шағын ауданда 3 көше бар. 3 көшеде барлығы 100 үй бар. Екінші көшеде біріншіге қарағанда 3 есе артық үй бар. Ал үшінші көшеде екіншіге қарағанда 2 есе артық үй бар. Екінші көшеде неше үй бар? Өте қызық әрі жеңіл есеп. 3 көшені жазып алайық. Бірінші, екінші, үшінші көшелер. Барлығы 100 үй бар. Екінші көшеде біріншіге қарағанда 3 есе артық деп тұр. Сондықтан біріншісін x деп белгілеп алайық. Біріншіге қарағанда 3 есе артық. Бірінші көшедегі үйдің санын 3-ке көбейтсек, екінші көшедегі үйдің саны шығады деген сөз. Яғни 3x. Жақсы. Ал үшінші көшеде екіншіге қарағанда 2 есе артық үй бар. Екінші көшедегі үйдің саны 2-ке көбейтсек, үшінші көшедегі үйдің саны шығады. 3x 2-ке көбейтсек, әрине 6x. Жақсы, шықты. Енді барлығы 100 үй бар. Осыларды қоссақ, үйлердің санын 100-ге тең болу керек. Осыдан бірінші x тауып аламыз. 1x қосылған 3x 4x, қосу 6x 10x болады. 10x тең 100. X тең 100-ді 10-ға бөлсек 10 шығады. Бұл нені білдіреді? Бұл x-ті білдіреді. Яғни бірінші көшедегі үйлердің саны 10. Бізде сұрақта екінші көшеде неше үй бар деп тұр. Сондықтан біз мына 3x-ті табу керекпіз. 3 көбейту 10, 30-ға тең екен. Жауабы D болады. Ал үшінші көшеде қосымша табатын болсақ, ол 6 көбейту 10, 60. Көрдіңіз ғой, қосындысы шығып тұр. 10 қосу 30 қосу 60, 100-ге тең болып тұр. Екінші көшеде 30 үй бар екен.